Қайырлы күн барыңызға да сәлем достар. Сіздер білен бірге бүгінгі домбырада дәріс алып барушы Базарбай Мұратұлы Бекчентаев. Қазір алай болса, барыңызға да бек танылған жырының бірісі, халқыбыздың ілігіліктен жырлайтырған жырлары Ақ қалпақ жырын домбырада ойнап, жырлап көрсетесім келе. Ешетегіз. Әйелі бек ерақта едік біз, 70 шақырым жерден келдік біз. Ақ қалпақның тағылған шағы, ақ қалпақның тағылған шағы, туғандарының сағынған шағы. 70 шақырым яқын жер түгі, бір көріші үшін келдік біз. Ақ қалпақның табылған шағы, ақ қалпақның тағылған шағы, туғандарының сағынған шағы. Міне бұл болса, барыңызға да таныш Ақ қалпақ жыры. Бізде Қытайдағы татарларда да туған яғын ата бабасы ертін сағынған уақытта шушы жырны жырлап отыралар еді. Домбыра енді 4000 ел ілік шыққан инструмент деп айтады. Шоңа көріде аның ілік-ілікке бейленген кіші даушы білен де бейлі дастанлар бар. Қазір айтсам, 1200 жыллардыр Едігей дастаннан бір кішкенегіне үзікні көрсетесім келе. Аны да домбыра білен шолай мұңлы өттіріп жырларға бола. Қазіргі күнде жоғалған әйбірлер деп әйтерге ме білмеймін. Қайта тұрғандыр уақыты келгенде. Атам күйеу болған юрт еліп сәлем қылған юрт, әнкәм келін болған юрт еліп тәзім қылған юрт, кіндігімні кескен юрт, кір қоңымны юған юрт, бие сауған сүтлі юрт, қымыз ішкен құтлы юрт, қазан бұлғар арасы қала білән толған юрт, еділ жайық даласы елқы білән толған юрт. Ашлы білін Ибрахим аштамағын тойған юрт, құтлы болсын туған юрт, құтлы болсын туған юрт. Айдан яқты нәрсе yok, қара бұлыт басмаса, адам ғарибі жол болар, қайты белін тапмаса. Мына шолай еттіріп, еңіліктегі кезләу даушы білен де домбырада күйлеп жырларға бола. Қазір домбыраның ойнаған уақытта нешек тұтарға шоларын әйтәсім келе. Домбыраны бұл тұрған нелері енді ноталары деп әйтерге бола. Әрбір ноталар. Мұнда баш үләші, орта һәм ең үстәге үләші. Рей, соль бойынша домбыра күйләнә. Аннары нота бойынша башсақ міне бұл ля, си, до, ре, ми, фа.
ошолай кете. Үстөгүсү ре, ми. Кишилер ойнаган убакта ничек туура этирип ойнарга көрсөтөсүм келе. Туткан убакта булай этирип тутабыз. Мына бул кол билезиги көбүндө кол билезигине гана күч келерге тийиш. Булай этирип ойнамаска энди. Булай этирип ойнарга бек жакшы, жейле. Эки кыллы, кайбир убакта 21 ноталы, кайбир убакта 18 нота боюнча да тура. Гадәттә рей, соль боюнча домбра көйләнә. Домбраны менә шушы эки кулагы дейбез инде, эки кулагы аша бер-бирине көйләргә була. Тугра келтирабыз. Аннары ойный башлайбыз. Бул колларны туткан вакытта инде обычно менә бул саусак үстән тора, булар бер-берсенә якын гына, бер-берсенә ярдәм итә инде. Бул коллар белән уйный торган вакытта да булар төрләре бик күп. Бул консерватория дәрәҗәсендә Казак халкында нык сакланып калды. Бездә хәзер юк дип әйтергә була. Менә булай әйттереп уйнауны төкмә дип әйтәләр. Булай әйттереп уйнау төкмә уйнау тәсиле. Бул Түркмен күйі көргүлү деп әйтелә. Хәзер инде кагып уйнау дей торган не бар. Ул булса, кимне әйтсәм була? Бик танылган тагын бер композитор Дәүләткәрәй. Аның бер күйе менә Киң җәйләү. Шул көйдә булай әйттереп уйныйм. Дәйсәгез, булар кагып уйнауга китә. Хәзерге уйнау тәсиле булса, менә каз канатын тремоло буенча уйнарга да була менә. Менә шушындай төрләре күп. Бәлки тагында дәвам итә торган булсак, тагында кызыклы темалар буенча очрашабыз дип ышанып калам. Рәхмәт дуслар. Менә хәзер үзләрегез күргәндәй домбрада уйнау берничә төрле усулларын күреп уздык. Бул югалып бара торган милли инструментыбызды аяктан торгызып, тагында дәвам иттереп, буыннарга тапшырсак дигән ниятебез бар. Шул ниятне Аллаһ Тәгалада югарыда утырган кешеләрдә күрсәйет. Рәхмәт, исән сау булыгыз.